прямой эфирімда ол адам жайлы әңгіме айтпасаңыздар. Меруерт Диананы ешкім тыңдамады ғой, ойын жарнамаламаңдар деп дейді. Енді әр адамның өзінің ары қарай санасы білу керек деп ойлаймын. Жаңадан келген Данияр дейді. Мүмкін, білмеймін ғой. Өзбекстанға сәлем. Привет, Моля қаншыншы жылға? Моля, егер қателеспесем, 2000 жылғы ма, ұмытып қалдым, шыны керек. Сәлем Меруерт әпке, сәлем. Бақытты бол, сен соған лайықсың, рахмет. Чуға сәлем. Мөлдір қайда дейді. Ол неде? Салонға кеткен. Такая воспитанная девушка, молодец, спасибо, очень приятно. Мен сіздің көмек сұрайын деп едім. Қандай көмек? Сен Мөлдірді дос ретінде көресің бе дейді. Енді бір үйде тұрғаннан кейін әрине қатты бір жақын құрбы болмасақ та, біз бір шама жақсы араласатын доспыз, құрбымыз. Меруерт әпке, мен сізді жақсы көремін де. Мүлдем араласпаймыз, бұның емі көп, ақшасы да көп десе. Да, кстати, акненің емі де өте көп, жан-жақты емдеуге болады. Бірақ сол емдердің ішінде, мен айтпаймын, что біреусі көмектеседі деп, көп деген түрін көресің, соның ішінде біреусі ғана саған көмектесуі мүмкін, да, сол себепті де өте көп ақша кетіп жатыр осы емге. Менің бетімде еш кетпейді, шыға береді екен дейді. Жасыңыз нешеде? Мойныммен бетім сәйкес келмейді ғой дейді. Не знаю. Негізі қара торы қызбын ғой. Онлайн казиноны мөлдір болып жүрген ойнап реклама істейді ғой, ұрыс оған не дейсіз? Мен еш нәрсе демеймін. Әркімнің өзінің қалай айтсам болады, істеп жатқан жұмысы, сол себепті мен біреуге жеке басына қол сұға алмаймын. Ты такая хорошая, рахмет. Меруерт, руыңыз қандай? Руым Сунақ. Кеше Сұлтан қатты кетті ғой дейді. Ол жайлы мен комментировать ете алмаймын. Тағы да айта кетейін, мен басқалардың өміріне жауап бере алмаймын. Тек қана мен жайлы сұрақтар қойсаңыздар, әрине мен қуана жауап беремін. Үміткер жақсы, ержан сіздікі жайма шығып кетіңізші дейді. Не айтты, мен что-то пропустила, да? Моля какого года дейді. Вот честно не помню, 2000-го, кажется. Моля қайда? Салонда. Милашечка, пусть все будет у тебя прекрасно. Спасибо большое. Назым жобадан шығып кетті ма дейді. Мен ол қызды көріп те үлгермедім. Врач болып кеткенсің ба, реклама жасап отырсың ғой дейді. Мен негізгі мамандығым мейірбике, ешқандай да реклама жасап отырған жоқпын. Во-первых, во-вторых, бұл менің өзімнің басымнан өтіп жатқан қазіргі хәл деп айтсам қате емес. Өйткені мен қазір осы беттегі акнемен 2 жыл болды күресіп келе жатқаныма. Жаздың уақытысында менде бетім идеальны болып келген болатын проектке. Сентябрь, октябрь өте жақсы, кожам таза болып отырдым. Ноябрьде менде опять же қайтадан басталды. Көзінің заваркасын сүртші дейді. Не болып тұр көзіме? Вроде все нормально. Просто краскасы ағып кеткен ғой. Сол, мінекей сіздерге жүрек, барлықтарыңызды жақсы көрем. Вытерите глаза заваркой, дейді. Все, теперь поняла. Прошу прощения. Хорошо. Как всегда красиво. Спасибо. Руым Сунақ. Реклама жайлы жазған едім, дәрісте жауап жазбадыңыз ғой дейді. Сәуле, мүмкін сіздер өте көп маған сообщениелер келеді, мен байқамай қалған шығармын. Қайтадан бір жазыңыз, мен сізге ответ қайтарамын. Білмеймін, Арина, мен Қамрақұл жайлы еш нәрсе айта алмаймын. Айза зор қыз дейді, көмек бере аласыз ба дейді. Қандай көмек? Привет, Истанбул. Привет, Стамбул. Тіркеле кетіңдерші дейді. Меруерт әпке, жақсымын. Неге қабылдамайсың дейді. Өйткені ол өткен өмірде қалған адам, сол себепті де қабылдамаймын. Кездесу болды, 2001 моля дейді. Ақтырдегі мен үміт дей береді дейді. Себебі ол мен ұмыта алмай жүрген шығар, сол себепті де. Сәлем, үміткер қайда дейді. Үміткер үйінде. Панда, привет. Өте жақсы қызсың, сәттілік дейді. Рахмет. Алла разы болсын. Үміткеріңіздің есімі кім дейді. Үміткердің есімі Алтынбек. Жаңадан келген Назым қайда? Шыны керек достар, мен ол кезде эфирда болған жоқпын, сол себепті айта алмаймын. Мойның қап-қара бетін аппақ болып тұр. Фильтр және де мына жақтан свет қайтты түсіп тұр. И плюс мен бетімде тональка. Жүрек көрсете аласыз ба? Кездесу болды. Меруерт, вытерите глаза заваркой дейді. Вы из-за покраснения говорите, да? Мен үміткерім бар, сол себепті де мен басқа адамға бірдеңе деп жауап бергенім. Әрине бұл менің тарапымнан бір әдептілікке я болмаса үміткерге деген сыйластықтың жоқтығы деп түсінемін. Сол себепті де ешқандай да жауап бере алмаймын.
тырышыласың ғой дейді. Жалпы стараюсь, что қыздардың, ұлдардың барлығымен бірдей араласуға, қалай айтсам болады, ешкімді артық немесе кем көрмеймін, бір волнада барлығымен. Ты хорошая девочка, умная, не отпускай моего брата дейді. Спасибо. Сондай жақсы қызсың, рахмет. Ты очень хорошая, умная, красивая, справедливая, так держись, умница. Спасибо. Барлықтарыңызға рахмет. Мен өзім қатты риза боламын. Менің енді айына жылына бір крем ғой осылай прямой эфирға, и хейт жоқ та, сол үшін де осындай арасында бір-екі адамдар болып қалады енді. Бірақ көбінде осылай мен жақсы көретін сіздер барларыңызға мен өте көп алғысымды айтамын. Онлайн реклама кімнен түседі дейді. Ол жайлы да айтқым келмейді, өйткені ол жайлы кеше эфирде онсыз да өте көптеген әңгіме айтылды. Сол себепті де не хочу. Бір нәтиже алынбағаннан кейін өздерінің отырған жерлеріне сондай бір жаман атақ, жаман сөз